ұсыныстар осы жерде тыңдалады, және атқарушы органдар дейміз ғой, жергілікті жердегі, соларға ұсыныстарымызды беріп, тиімді халықпен арадағы байланысты қалай біз жөндейміз, немесе тұрғындарға пайдалы кейстер дейміз ғой, мысалға кеңес беретіндей қандай мысалы мамандар тағы да тарта аламыз деген осындай жұмыстарды бүгін талқылауға келіп отырмыз. Атырау облысы ішкі саясат басқармасы тапсырмасы бойынша Шаңырақ 2008 құқықтық ақпараттық кеңес беру орталығын мамыр айынан бастап кетті. Біздің үш заңгерлер 1208 адамға құқықтық кеңес берді. Онымен қатар біздің орталығымызда 2 мамандырылған психолог пен медиатор жұмыс жасайды. Енді психологтар 510 адамға консультация беріп, оның ішінде 217 ерлі-зайыптар ажырасуға берген арыздар мен жұмыс жасап, 62 жұпты татуластырған.